Бізде бүгін жаратылыстану 2-ші сынып жұмыс дәптері. 30-шы жұмыс парағы. Бірінші тапсырмаңыз ауыз өсімдіктерді мұз құрсауынан құтқару үшін жылы жерге қою қажет. Екінші жауаптар: мұз судан ауыр, мұз таулардың үлкен бөлігі су астында болады. Мұз дегеніміз судың қатты күйі. Келесі 31-ші жұмыс парағы. Қызыл нұсқа мен судың қатты күйі ол қар, мұзтау және қырау. Екінші жасыл нұсқа мен судың сұйық күйі ол жаңбыр, шық және гейзер. Төртінші көк түспен судың бұл күйі ол тұман және шыққан бұл және гейзер.